Сәлем достар, каналға тіркеліп лайк басып қолдаймыз. Сондай-ақ өздеріңізде тамақ дайындау кезін видеоға түсірген болсаңыздар, осында жариялауға болады. Хабарласыңыз, біз бірге күштіміз. Ал кеттік, бисмилля деп бастайық. Тамақ адам өмірінің ең басты қажеттіліктерінің бірі. Әр халықтың өзіне тән дәмдік дәстүрі, өзіндік тағамдары бар. Ал қазақ халқы үшін ас дайындау тек қана ішіп жеу емес, ол құрмет көрсетудің, қонақжайлықтың, мейірімділіктің белгісі. Мен үшін тамақ дайындау ерекше көңіл күй сыйлайтын іс. Дәмді тағам жасау шығармашылықпен тең. Әрбір ингредиенттің өз орны, өз рөлі бар. Мысалы, ет пен көкөністерді дұрыс үйлестіру, немесе түрлі дәмдеуіштерді мөлшермен қолдану тағамның сапасын анықтайды. Тамақ әзірлеу кезінде уақытты, температураны, тіпті адамның көңіл күйінде ескеру қажет. Себебі жақсы ниетпен дайындалған ас әрқашан дәмді болады деп ойлаймын. Қазақтың ұлттық тағамдары да мені ерекше шабыттандырады. Бешбармақ, қуырдақ, бауырсақ сияқты тағамдарды дайындау нағыз өнер. Әсіресе қамыр илеу, етті турау, сорпаның дәмін келтіру, тәжірибе мен шыдамдылықты талап етеді. Менің ойымша, тамақ дайындау адамдарды жақындататын ең жылы әрекеттердің бірі. Үйге жайылған тамақтың иісі, дастархан басындағы әңгіме, бәрі де жанға жылулық береді. Сондықтан да мен үшін тамақ пісіру тек міндет емес, үлкен қуаныш.